Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәні 8-ші сынып. Сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ, мен не үйрендім. Балалар, біз оқулықтағы алғашқы тарау білім, ғылым, инновация бөлімін аяқтағалы отырмыз. Осы бөлімді қорытындылау сабағы ретінде сендерге бүгінгі нәтиже сабақты ұсынамын. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына назар аударыңдар. Мәтіндердің жаңалық және стильдік ерекшелігін сақтап, интервью жазу. Болжалдық сан есімдерді жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану. Балалар, сендерге ұсынатын бейнебаяным бар. Бейнебаянға мұқият назар аударыңдар. Қазақтың көне жазулары туралы білесіңдер ме? Көне жазулар көшпелі өркениетіміздің мақтанышы. Біздің ең көне жазуымыз ғылымда сына жазуы деп аталады. Соның ішіндегі ең ежелгісі есік жазуының пайда болғанына 2400 жыл толды. Оны сақ бабаларымыз қолданған. Алтын киімді адам тостағанындағы бұл жазу түркі әліпбиі деп дәлелденді. Бұдан кейінгі сына жазуы, талаш жазуының да 1500 жылдық тарихы бар. Күлтегін жазуы 6-8 ғасырға тиесілі болса, 8 ғасырдағы білге қаған жазуынан түркі жазба әдебиеті бастау алады. Міне балалар, қазақ жеріндегі алғашқы пайда болған сына жазуларының зерттелуі бұл ғылымдағы үлкен жаңалықтардың бірі болған. Бұл біздің ұмытылмас тарихымыз. Олай болса, оқулықтарында берілген тапсырмаларға назар аударыңдар. 28-ші бет, 1-ші тапсырма. Диалогты толықтырыңдар. Ауызша жауап беріңдер. Мектебіңдегі оқу жүйесін өзгерткің келе ме? Сен армандаған мектеп қандай болуы керек? Егер саған сабақ кестесін өзің құруға мүмкіндік берілсе, не істер едің? Сен армандаған мектепте қандай үйірмелердің жұмыс істегенін қалайсың? Егер мектепте атақты ғалымдармен кездесу өткізу саған жүктелсе, кіммен кездесу өткізер едің? Және неге? Жауаптарыңа рахмет балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударыңдар. 28-ші бет, 3-ші тапсырма. Төмендегі тақырыптардың біреуін таңдаңдар. Постер құрастырыңдар. Оны сынып алдында айтыңдар. Сөздеріңде міндетті түрде болжалды сан есімдерді қолданыңдар. Берілген тақырыптар: мен армандайтын мектеп, фантастикалық шығарманың ерекшелігі, Талап Сұлтанбеков балалар жазушысы, инновация, тарих пен инновацияның болашақтың алтын көпірі. Іске сәт балалар, мұқият болыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. 5-ші тапсырма. Менің осы тақырып бойынша алған әсерім. Кестесін толтырыңдар. Саған қандай ой пайда болды? Осы тақырыптарды оқу арқылы сен не сезіндің? Саған не ұнады? Мұқият жауап беріңдер. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымды Олжас Сүлейменовтің өлең жолдарымен қорытындылаймын. Мен таңсықпын тұяғым мен тұлпардың, топшысына қыран бүркіт сұңқардың. Құмыраның қыл мойны мен қылышқа, қашап жазған қайсар жырға іңкәрмін. Бақи уақыт, бақи тірлік, бақи құм, құпиясын тосып маған не қилы. Толық айды түніменен сөндірмей, құс жолынан аспан жырын оқимын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңдар.